Ассалаумағалейкум, құрметті YouTube көрермендер. Сіздермен бірге Нұрлыбек және Газремонт сервис компаниясы. Бүгін бізге сервиске котел келді. Бүгін сол котелды сіздерге көрсететін боламыз. Және бізде мықты мастер Қанат Мырза. Қанат Мырза қазір котел жайлы бізге котел келген, ода қандай ақау бар, оны қалай жөндейміз, сол жайлы сіздерге қазір котел жайлы жалпы толық ақпарат беретін болады. Бізде бүгін жөндеуге Рига котелы келіп түсті. Бұл жерде E2 қатесі шығып қалады екен. Қазір сол E2 қатесін табатын боламыз. Бұл жерде E2 қатесі бұл мынау вентилятор, турбина дейді, вентилятор дейді. Осы вентиляторы міне жақсы айналмайды. Ішіндегі подшипниктері кеткен, соларды ауыстырып іске қосатын боламыз. Жалпы Қанат өзің маман есебінде, котелдің маман есебінде көп неше бізге сервиске хабарласып жатады. Соған клиенттерге жалпы газ пешінің дұрыс қолдану жөнінде пайдалы ақпараттармен бөлісіп өтсең. Қалай қыс мезгіліне неге дайын болу керек, котелді қалай дайындау керек? Сол жайлы ақпарат берсең. Негізі котелді қыс мезгіліне жылыту маусымына дайындау үшін бірінші арнайы маман шақыртып, осы котелдің ішіндегі мынау жану бөлімі, қазандықтың ішкі жану бөлімін және де осы вентиляторын осыларды тазалаттырып, ішін тазалаттырып тексертіп алған жөн. Және де қазандықтың ешқандай жерінен су тамбауын, осы қосылыстардың, әр қосылыстардың ішіндегі сальниктерін бәрін жақсылап тексертіп алу керек. Егер де бұның бір жерінен су тамып, ішінің бәрін суланатын болса, мынандай жағдайға алып келеді. Ішінің бәрі таттанып, бұның ішіндегі электроникасына су тиіп, көп қаражатқа түсуіңіз мүмкін. Сол үшін жылына бір мәрте тексеріп тұру қажет. Ал котелдарды таңдаған кезде қалай таңдаған дұрыс, көп адамдар білмейді енді. Сол таңдау жағын айтсаңыз. Котелді таңдағанда үйдің квадрат метріне байланысты. Мысалы, үйіңіз 300 квадрат болса, сіз примерно бір 50-60 квадрат метр запаста ұстап, сол 300 квадраттан 350-400 квадрат котел қойсаңыз да жақсы болады. Одан кейін котелдің ішкі құрылымына келетін болсақ, негізі лажы болса, котел екі түрге бөлінеді, битермический, монотермический болып. Негізі лажы барынша монотермиялық котел алған дұрыс. Мынау битермиялық котел мысалы мынау бізде. Өйткені ыстық суда, отоплениеде бәрі бір теплообменникке жалғанған. Ал монотермия болса, ыстық судың теплообменнигі астында бөлек болады. Екеуі екі бөлек жұмыс істейді. Сол монотермиялық котелді таңдаған дұрыс негізі. Жалпы күтіп ұстау үшін сонда жылына бір рет міндетті түрде техникалық қызмет алу керек. Міндетті түрде арнайы жұмыс өтілі бар. Осындай салада қызмет ететін маманды шақырып, бір тексертіп алған жөн. Жалпы онда қазір бізге котелдің бөліктерімен таныстырып кетсеңіз, әрқайсының жеке бұл қандай қызмет атқарады? Бұл жерде котелдің ішкі құрылымдарына келетін болсақ, ең басты бөлігі жану камерасы. Осы жерде газ жанып, мынау жылу алмастырғышқа ыстық тиіп, сіздерге үйлеріңізге отопление болмаса жылы су береді. Бұл жерде жанған газдың угарын, түтінін, былайша айтқанда, осы вентилятор мұржа арқылы далаға шығарады. Таза ауаны мынау жіңішке 60-тан түтін шығады, сырты 100-дік болады. Арасынан ауаны осылай таза ауаны даладан алады. Осы арқылы ауа кіріп, мына жерден ауамен газбен араласып жану процесі болады мына жерде. Бұл жерде одан кейін астыңғы бөлігінде бұл жерде мына үлкен квадратта котел болғаннан кейін бұл жерде екі насос тұр. Мынау екі насос и бұның басқару жүйесі, платасы деп айтады. Платасы. Мынау бізге осы ішкі котелдің ақпарат беруші таблосы. Осы жерден сіз қанша градус беру керек, ыстық судың градусы қанша болу керек, осы жерден осыған бағдар беріп қоясыз, сол арқылы котел жұмыс істейді деп жалпы
Не айтамыз осы. Біз мына вентиляторды мұнdan шешіп алдық. Бұл жерде шешу қиындығы жоқ ешқандай. 4 бұрандамен бұралып тұрады. И мына бетінде мына салқындатқышы бар. Бұл салқындатқышы былай келіп тұрады. Бұны оңай тартып аламыз өзімізге. Мынау мына жерде міне былай 2 шуруппен тұрады. Бұл екеуін босатамыз да аны аламыз. Бұл жердегі мәселе бұның қанша жылдан бері қызмет еткен котелдің несі вентилятор болғандықтан бұның іші уже құрғап кеткен. Осыны майлап орнына саламыз. Ал мынаны ортасында мынау нені алған кезде бағытын шатастырмау керек. Қоямыз. Бұл қазандыққа тағы тексере келу барысында мына жердегі мынау тоқ өткізгіш кабельдерінің сырттарының бәрі сырты кеуіп жарылып кеткен. Енді мысалы мынау кеткеннен кейін мынаған тағы ыстық ұрса еріп бір-біріне жабысып замыкание етуі мүмкін. Сол үшін осыны мынандай басқа жақсысына ауыстырып жібереміз.
техникалық қызметтер көрсетілді және жаңағы басты мақсат бұл жерде мынау вентилятордан еді. Бұл жерде вентиляторды ақауын реттеп қазандықты жұмыс істеуге дайын қылып қойдық. Құдай қаласа жан жақтарын нелерін жинап иесіне тапсыратын боламыз. Достар, егер сіздерге біздің берген ақпарат пайдалы болатын болса, біздің каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар және біздің каналды достарыңызбен бөлісіңіздер. Біз тұрмыстық техника жөндеу саласының маманымыз. Алдағы уақытта біз сіздерге тұрмыстық техника жайлы қызықты әрі пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше